Мен Қалдыбаева Назира, техникалық лицейдің 9-шы Б сынып оқушысы. Менің шығармамның тақырыбы Ыбырай Алтынсарин көрнекті ақын, жаңашыл жазушы. Әр заманның өзінде дарынды өкілдерін шығып отыратыны мәлім. Сондай-ақ 18-19 ғасырлардағы қазақ тарихынан ерекше ойып тұрып орын алған ұлы тұлғалардың бірі Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин көрнекті ақын, ағартушы, жаңашыл жазушы және қоғам қайраткері. Ол 1841 жылы қарашаның 2-сінде Қостанай облысының Күнтемес орта қыстауында дүниеге келген. Оның шын есімі Ибрахим. Ол кішкентай кезінен өте зерек, білімге құштар болып өседі. Білімге құштарлығы соншалық, барлық бос уақытын тек кітапханада өткізетін болған. Білімдіге дүние жарық демекші, білім үстіне білім қосуды жөн көреді. Осылайша, ол тек біліп, үйреніп қана қоймай, барлық қазақ халқына өз білген білімін үйретуді жөн көреді. Осылайша, қазақ халқының сауатын ашу үшін ол ең алғаш қазақ еліне мектеп ашады. Ыбырай Алтынсарин тек мектеп ашып қана қоймайды, сонымен қатар көптеген кітаптар жазып жарыққа шығарады. Оның ең алғашқы шығармаларының бірі «Кел балалар оқулық» өлеңі. Мұны қазақ халқының барлығы біледі десем артық кетпеспін. Бұл «Кел балалар оқулық» өлеңінде қазақ жастарын білімге, оқуға шақырады. Ал оқымайтын надандарды мына өлеңде наданға теңейді. Оқымайтын қалады қараңғыны қармалап, надандықтың белгісі еш ақылға сынамас.